Мен бұл әңгімені айту үшін көп уақыт жинақталдым, өйткені бұл жай ғана оқиға емес, бұл менің өмірімді жоқ қылған бір ғана қателік туралы. Бәрі бір күнде басталды. Сол күнге дейін мен қарапайым адам едім. Жұмыс, үй, отбасы. Ешкімге жамандық ойламайтынмын. Көршілермен амандасып, өз тірлігіммен жүретінмін. Бірақ бір ғана күн, бір ғана шешім бәрін өзгертті. Сол күні кешке жұмыстан шаршап қайттым. Басым ауыр, жүйкем жұқарған. Жолда бір жігітпен сөзге келіп қалдым. Ұсақ нәрсе ғой, жол бермеді, мен де ашуға міндім. Әдетте ондайға мән бермейтінмін. Бірақ сол күні өзімді ұстай алмадым. Көлік айдай алмайсың ба? Деп айқайладым. Ол да қарап қалған жоқ. Өзің жүр дұрыстап, деді. Солай сөз ұлғайды. Көліктен түстік. Екеуміз бір-бірімізге жақындадық. Сол сәтте мен тоқтай алар едім. Кете салуға болатын еді. Бірақ жоқ, ашуымды тежей алмадым. Ол итерді. Мен де итердім. Бір сәтте бәрі бақылаудан шықты. Мен оны итеріп жібердім, ол артқа шегініп, асфальтқа құлады. Басы қатты тиді. Сол сәт менің өмірім тоқтады. Тұршы, дедім. Ол қозғалған жоқ. Қолым дірілдей бастады. Әй, тұршы, деп айқайладым. Айналада адамдар жинала бастады. Біреу жедел жәрдем шақырды. Мен сол жерде қатып қалдым. Қашпадым. Қозғалмадым. Тек қарап тұрдым. Өйткені ішімде бір нәрсе бітті деп айтып тұрды. Ауруханаға алып кетті. Бірақ көп ұзамай оның қайтыс болғанын естідім. Мен отырдым. Сөзсіз. Ойсыз. Тек бір ғана сұрақ. Мен не істедім? Сол түні мені алып кетті. Тергеу басталды. Әдейі істедің бе? Бұрын танисың ба? Қанша рет ұрдың? Мен тек бір ғана нәрсені айттым. Мен өлтіргім келген жоқ, бірақ заң үшін ниет емес, нәтиже маңызды екен. Сот басталды. Залда оның ата-анасы отырды. Анасы жылап отыр. Әкесі үнсіз. Мен олардың көзіне қарай алмадым. Өйткені олардың баласы менің қолымнан кетті. Куәгерлер сөйледі. Бәрі бірдей айтты. Жанжал болды, итерді, құлады, менің адвокатым абайсызды деп қорғады. Бірақ бәрібір адам өлді. Сол шындық бәрінен ауыр болды. Соңғы сөз маған берілді. Мен орнымнан тұрдым. Даусым дірілдеп шықты. Мен оны танымаған да едім, ол да мені таныған жоқ. Бір минуттық ашу бір адамның өмірін алды. Залда тыныштық болды. Егер уақытты кері қайтара алсам, сол жерден кетіп қалар едім, бірақ кешеді. Үкім шықты. Мені кінәлі деп таныды. Бірнеше жылға бас бостандығымнан айырды. Сол сәтте бәрі ішімде үзіліп кеткендей болды. Колония, темір есік, су қабырға, сол жерден бастап мен басқа адамға айналдым. Алғашқы түн есімде. Ұйықтай алмадым. Көзімді жұмсам, сол көрініс. Оның құлағаны. Сол дыбыс. Күндер өтті. Айлар өтті. Бірақ ішімдегі өкініш кетпеді. Керісінше күн сайын күшейді. Бір күні маған хат келді. Аштым. Оның анасы жазыпты: сені кешіру қиын, бірақ сен де біреудің баласысың, ұлымды қайтармайсың, бірақ осы өмірді босқа өткізбеші. Осы сөздер мені мүлде басқа ойға салды. Мен ойлана бастадым. Мен тек өзімді аяп жүрмін бе? Ал олар ше? Олар баласынан айырылды. Ал мен өз ашуымды ұстай алмадым. Сол күннен бастап мен өзгергім келді. Колонияда жұмыс істедім. Кітап оқыдым. Өзімді түсінуге тырыстым. Бірақ бір нәрсе өзгермейді. Өткенді қайтара алмайсың. Жылдар өтті, мен босап шықтым. Бірақ еркіндік бұрынғыдай сезілмеді. Көшеде жүрмін, адамдар күліп жүр, ал менің ішімде бос кеңістік. Бір күні сол оқиға болған жерге бардым. Сол асфальт, сол көше, барлығы өзгермеген. Тек мен ғана өзгергенмін. Сол жерде тұрып, бір нәрсені түсіндім. Адам өмірін өзгерту үшін кейде үлкен нәрсе керек емес, бір ғана қателік жеткілікті. Сондықтан осы әңгімені айтып отырмын: егер сен ашуланып тұрсаң, тоқта. Егер біреумен ұрсып жатсаң, кет.
Егер өзіңді ұстай алмай бара жатсаң, үндеме. Өйткені 1 минуттық ашу, бір итеру, бір сөз бүтін бір өмірді құртады. Мен бостандыққа шыққан күнді көп күттім. Бірақ сол күн келгенде қуаныш болған жоқ. Қақпа ашылды. Шыға бер деді. Мен шықтым. Бірақ ішімде бір ғана сезім болды, бос кеңістік. Алғашқы қадамды сыртқа басқанда өзімді бөтен адам сияқты сезіндім. Адамдар асығып жүр. Көліктер. Дыбыстар. Бұрын бәрі үйреншікті еді. Қазір бәрі жат. Үйге бардым. Бұрынғы үй емес, жалға алған кішкентай бөлме. Ішінде ештеңе жоқ. Тек төсек, үстел, үнсіздік. Сол үнсіздік маған ең ауыр болды. Өйткені түрмеде де шу бар еді. Ал мұнда тек өз ойыңмен қаласың. Түн болды. Жатып көзімді жұмдым. Тағы да сол көрініс, оның құлағаны, менің айқайлағаным тұршы. Секіріп ояндым. Теріп кеткемін. Сол кезде түсіндім, мен түрмеден шықтым. Бірақ сол күннен әлі шықпаппын. Жұмыс іздей бастадым. Бірақ өткен өмірің сенен тез кетпейді екен. Қай жерге барсам да бір сұрақ. Сотталғансың ба? Ал мен өтірік айта алмадым. Айтсам қабылдамайды. Айтпасам ішіме бататын. Солай бірнеше рет бас тарту естідім. Бір күні құрылысқа жұмысқа алды. Қара жұмыс. Бірақ маған бәрібір еді. Маған тек ойланбай жұмыс істеу керек болды. Шаршау керек болды. Сонда ғана түнде сәл ұйықтай аламын. Бір күні жұмыстан кейін жалғыз отырып қалдым. Қасымда бір жігіт отырды. Неге үнемі үндемейсің? Деді. Мен жауап бермедім. Бәрімізде бір тарих бар, деді ол. Сол кезде алғаш рет біреуге айтқым келді. Бірақ айта алмадым. Себебі өзімнен де қашып жүредім. Бірнеше аптадан кейін мен бір шешім қабылдадым. Мен оның ата-анасына баруым керек. Қорқынышты еді. Бірақ бармасам өмір бойы ішімде қалады. Сол күні есіктерінің алдында ұзақ тұрдым. Қолым дірілдеп тұр. Қоңырауды баса алмай тұрдым. Ақыры бастым. Есікті әкесі ашты. Мені бірден таныды. Көзқарасы суық. Не керек? Деді. Даусым шықпай қалды. Кешірім сұрауға келдім, дедім әрең. Ол ұзақ қарады. Сосын, кешірім сенің жаныңды жеңілдетуі мүмкін, бірақ біздің өмірімізді қайтармайды, деді. Сол сөз жүрегіме қатты тиді. Ішке кіргізбеді. Есік жабылды. Мен сыртта қалдым. Сол жерде ұзақ тұрдым. Бір нәрсені түсіндім, кейбір қателіктің кешірімі болмайды. Тек өмір бойы көтеретін салмағы болады. Содан кейін мен өзгеруді нақты бастадым. Жай ғана өмір сүрмей мағына іздей бастадым. Жастармен жұмыс істейтін бір орталыққа бардым. Алғашында сенбеді. Бірақ кейін мені тыңдады. Мен өз оқиғамды айттым. Ашу туралы. Бір сәт туралы. Бір қателік туралы. Бір жас бала келіп, аға, менде тез ашуланам, не істейін? Деді. Мен оған қарап, мен сияқты болма, дедім. Тоқтауды үйрен. Сол сәтте алғаш рет өзімді аздап жеңіл сезіндім. Жылдар өте берді. Мен сырттай өмір сүріп жүрмін. Жұмыс. Күнделікті тірлік. Бірақ ішімде бір бос орын бар. Ол ешқашан толмайды. Кейде ойлаймын, сол күні, сол 1 минутта егер мен үндемей кетіп қалсам, 2 өмір өзгермес еді. Ол тірі болар еді. Мен де басқа адам болар едім. Бірақ өмірде кері қайту жоқ. Тек алға жүру бар. Және өткенмен өмір сүру. Қазір мен бір ғана нәрсені білемін. Адамды жаман ететін оның табиғаты емес. Кейде оны жаман ететін бір ғана сәт. Бір ғана шешім. Бір ғана қателік. Сондықтан егер сен осы әңгімені тыңдап отырсаң, өзіңді бақыла. Ашу уақытша. Ал оның салдары мәңгі. Менің тарихым аяқталды, бірақ оның сабағы жалғасып жатыр.